Баршаңа қайырлы күн. Сіздермен бірге Фастmoney Forex біздің күнделікті саудаға қош келдіңдер. Ал енді саудаға кіріссек болады. Максималь сендер күн ара сауда жасауға тырысып жатырмын, сондықтан да міндетті түрде еңбекті бағалап, қазір 1 минут фейсбукқа қоя салайын. Міндетті түрде еңбекті бағалап, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Ал кірісейік. 5 минут таймфреймге кірдім. Енді ситуацияларға қарап шығам, көз жүгіртіп. Бүгін рынок жақсы сияқты. Сауда жасау барысында енді оны нақтылай толыққанды көретін боламыз. Так, давайте просто вот қолымызға түскен валютный параны алып, полностью разбор істеп көрейік. Мүмкіндігінше вот көп перематывать ете бермей, потому что бізде бір жағынан уақыт аз, екінші жағынан, короче, сендерге сол пайдалырақ болады. Потому что любой кез келген валютный параны қалай талдау керектігінің опытын алатын боласыңдар. Так, көрдіңдер, уже ұйқы келіп бастап жатыр. Бізде премия дисконт зона бар. Максимум равновесие зона мынарақта бізде, өздерің көріп тұрғандай. Баға равновесиеге қарай денемен закреп болмай, просто түсіп, бірнеше рет жоғары қарай шығып жатқанын көріп тұрсыңдар. Мынарақтағы хайды бізде обновление жасағысы келгенін көрдіңдер баға. Оның бірақ баға қолынан келмеді бағаның. Мияқта бізде ешқайшы ордер блок бар. Осы жерден бізде баға төмен реакция алуы мүмкін. Негізі біз қазір енді премияда тұрмыз. Төмен сделка ашқан бізге дұрысырақ. Приоритетте 2030 жабылсын. Менің шешіп қабылдасақ болады. Мияқтардағы ликвидностьті қазір бізде баға шешіп жатыр. Егер де қазір бізде осы зонадан, осы свинг хайдан тура осылай жабылатын болса, біз келесі сделкамыз төменде баштақ болады. Мінекей. Бір депозиттің $1% өзіміздің депозиттің аштық. Өздерің көріп тұрғанда баға не істеді? Баға өзінің ары қарай жоғары қарай кетпейтінін растады. Мына жақтағы максимумнан бізде баға свип болып жабылды мына жерде. Мына жақта закреп болып жабылған жоқ. Мен алдында айтқан тақырыбым осы. Вот. Сол арқылы сендер уже білесіңдер, направление бізде уже разворот болады. Разворотный паттерн болатын білесіңдер. Бірінші кезекте бізде PD зонаны анықтадық. PD зонаны анықтадық. И бізде ол неде тұрмыз қазір? Скидкада. Одан бөлек бізде закрепление жоқ. Разворотный паттерн шықты. Линейный. Вот осы арқылы короче біз білдік. И өздерің көріп тұрғандай $137 біздің таза пайда табуымызға әсерін еткізді. Вот. Егер де нарықтағы жерден бізде 2 минутқа кіретін болсақ, мінекей. Бізде нарықтағы жерден баға, мына осы жақтағы максимумнан бізде былай свечаның тенимен емес, денемен закреп болатын болса, яғни ол кезде уже баға бізде дальше жоғары қарай кетеді деп мен жоғарыға да сделка ашатын едім. Но такого не было. Из-за этого біз өзіміздің 1 минуттық таймфреймде немізді алдық, пайдамызды алып алдық. Өздерің көріп тұрғандай $137. Примерно бір 69 мың теңге деймін, мысалға өздерің көріп тұрғандай 1 минуттың ішінде таптық. Осылай әрқайсың отырғандарың таба аласыңдар. Не важно сендерде қандай жастарың, возрастарың қандай, полдарың қандай. Не важно просто. Егер де бастарың жұмыс жасайтын болса, мен айтқан қазақша сөзді түсінетін болсаңдар, миларыңа кіретін болса, мен айтқандарым, онда сможете все вы тут заработать. И бұл жерде еще сол бір жақсы жер, ұнайтын жер, трейдингтің ешқандай да потолок жоқ. Өздерің қанша сумма тапқыларың келеді, сонша таба аласыңдар, және де сонша қиналып жұмыс жасай аласыңдар. Лично мен өзіме жететін сумманы мен өзім тауып жатырмын, және де полностью өзімде, менің өмірімде контроль бар. Қай уақытта кірем, өзім кіретін, өзіме ұнайтын уақытта кіріп жатырмын. И бұл бізде полная свобода действий. Вот, еркіндік бар да, короче. Вот, өзіме өзім қожайынмын, мысалға, кіретін уақытта кірем, шығатын уақытта шығам деген секілді. Осының арқасында маған трейдинг өте қатты ұнайды. Сендер де соны ертерек үйренетін болсаңдар, ертерек табысқа шығып, ертерек уже жетістікке жететін боласыңдар. Осылай еркіндікке жететін боласыңдар.
Ең басы сол еркіндіктің ең басы қаржылай еркіндіктен басталады. Жалпы ақша табу сендерге қиын болмағаннан кейін уже дальше уже қалған нәрсенің бәрі жеңіл болып кете береді, короче. Вот. Мысалға сол күнара өздерінің табыстарын тауып шығарып отырып, бір аптада бір барып қайтсаңдар болады продукт алуға, мысалға ше, отбасыларыңа, семьяға, или сол мысалға егер қаласаңдар бір айда бір шетелге шығып тұрсаңдар да болады. Оның барлығы енді өздерінің қолдарында. Мен сендерге былай істе деп айтпаймын, потому что бұл трейдинг бізде инструмент, сол инструментті өздерің қолданасыңдар, жерде өздерің не істегілерің келеді, соны жасасаңдар болады, короче. Полная свобода действий. Так что кеттік. Продолжаем. Так, бізде пока бұл жерде ничего не понятно. Откат күту керек берді бізде. Pullback. Не? Катсечев. Бірақ рынок жақсы болып тұр. Ойындайым. Так, бізде премия дисконт зонаны аламыз. Равновесие бізде осы жақта примерно. Қазір бізде осы жерден откат болып жатыр. Біз қазір скидкада тұрмыз. Так что жоғарғы жүздік ашқан бізде приоритетте. Бізде разворотный паттарын шықты бізде 3 минут пен 2 минутта. Көптендірінде мінеке. Свип болып жабылды. Денемен закреп жоқ. Дальше төмен қарай кету керек деген сияқты. Енді күтеміз. Біздің премия дисконт тағы да бөлеймін. Равновесие мынарақта примерно. И өздерің көріп тұрғанда баға жақындаған сайын орталық центр уровень равновесиеге төмен қарай түсіп жатыр. Бағаны үстіңгі жақтан бізде басып жатыр, байқап тұрғандай. Свечаның бізде фитилі осыны айтып тұр, короче. Үстіңгі жақтан бізде потоклар басып жатқан, бағаны қысып жатқан, өздерің көріп тұрғандай. Заодно өздерің көріп тұрғанда бізде мына жақтағы баға имбаланс толтырған, фулфил жасап, иә? Даже инвертировать етіп кеткен, міне. Инверсия болған. Вот осы жерге дейін возможно түсуіміз мүмкін біздің. 3 минутта то же самое, 2 минутта то же самое, 1 минутта тоже почти самое. Бізде откат басталып кетті. Қазір бізде закреп болсын, сделкамыз төмендеп ашуымызға болады. По факту, да? Так, бізге подтверждение керек пока, потому что әлі де скидкада тұрғанымызды біз ұмытпауымыз керек. 5 минутқа кіретін болсақ, біз әлі де скидкада тұрмыз. Қараңдар міне. Премия, дисконт, ровно ортасында жақта. Примерно сол скидкада жақта тұрмыз ғой, короче, қазір. Жобасы солды, жобасы, примерно. Қазір бізде 3 минуттық сессия алып қойдық уже, иә? 1 минуттай бар, 2 минутта енді жабылады. Так. Все, закрепление жоқ. Уже бізде бұл развороттың белгісі. Давайте бір сделка ашып көрейін. Депозиттің бір несіне, процентіне. Нарықтағы бізде свечаның именно жабылуы маған айтып тұр, что бізде разворот болу мүмкін, вероятности бар. Өйткені мына жақта қараңдар, бізде свечаның ликвидностін шешті. Бірақ бұл бізде екі жақтықында шешті. Из-за этого стаканды строй болды. Сделка ашуға асық болу керек негізі. Бірақ по-любому все же өздерің көріп тұрғанда бізде закреп болып жабылған жоқ, свип болып жабылды. Бұл бізде нені айтып тұр? Яғни бізде бағаға дальше өсуін қаламайды, короче, цена өскісі келмей тұрғанын мен байқадым осы. Именно формацияға қарап. Вот. Из-за этого, короче, мен сделкамды төмендеп аштым, потому что уже бізде бағаның төзімі таусылды из-за этого. Вот. Негізі, да? Көріп тұрғанда өте жақсы, керемет қозғалыс болды. Разворотный формация осылай пайда болады. Егер де сендерде хорошо без базара закрепление болатын болса, мінекей, осылай. Новый сыққан шөше былай жабатын болса, закреппен, значит болды уже. Келесі қозғалыс бізде стопуда жоғарыға кету керек. А егер де онда жоқ, свип болып жабылатын болса, онда цена просто не хочет идти. Да? Вот свип болып жабу деген андай. Мінекей, допустим, мыйларын ішіне келтіріп берейін да, мен әдемілеп тұрып ше. Мінекей свип болып жабу деген осы, мысалға свип болып жабылады, и болды. Келесі бізде свеча заковеряет, былай бірінші төмен түсіп, одан кейін барып жоғары қарай кетіп. Вот мына жақтағы бар алған қайға дейін, осы жерге дейін как минимум бару керек, и одан бөлек дальше жоғарыға кетеді, короче. Өзінің несін ауыстырады, короче, ше, жолын, бағытын ауыстырады, короче. Вот, допустим, мына жақта тоже самое, разворотная формация қара. Мына закреп болды, бірақ бұл жерде енді жартылай закреп та. Бітесің ол кезде оны 3 минутқа көресің. Қара мысалға мына жерде свип болып жабылды, келесізден мына жақтағы нені орындады өзің көріп тұрғандай. И төмен қарай кетті баға құлдырап.
байқадың ғой, вот. Разворотная формация. Допустим, мына жақта то же самое қара. Sweep болып жабылды, келесі цель, мына жақтағы минимум. И баға жоғары қарай кетті, дальше құлдырап. Вот, мына жақта то же самое мысалға мына. Жоғары кеткен бар еді. Sweep болып жабылды, өзің көріп тұрғандай, келесі цель жоғары жақ. Былай кетті. Активный. Осылай мен іздей бересің примерлерді шеше ғой. Sweep болып жабылды, келесі цель, мына жақтағы хай. И өзің көріп тұрғандай, бізде баға жоғары қарай кетті. Sweep болып жабылды, келесі цель, төменгі жақ мына. Өзің көріп тұрғандай, төмен қарай кетті. Разворотная формация. Тұрғандай. Свечамен осылай жұмыс істеуге болады жалпы. Көріп тұрсың, мен саған тегін просто вот даром айтып жатырмын да. Вот негізі тегін ештеңе болмау керек, но енді мен саған беріп жатқан екен сол нені еңбекті бағалау керек. Міндетті түрде арнаға жазылып, командаға кіріп, дальше ізденімпаздылықты қосып, кішкене білім инемен құдық қазғандай деп енді өзің әрекетін жасамасаң, короче, ізденіске, білім алуға талпынбасаң, онда өзінен өзі саған ақша келіп түспейді. Понимаешь? Сен жақындауға тырыс, мысалы біз секілді жігіттерге мысалға ше, кішкене интерес қуалап, до конца мысалға білім ізденіп ше, осы қалай жасап жатыр екен, осының командасына кіріп көрейінші, қандай білімдер бар екен, осы сәкен оқыған сабақтарды мен де оқып көрейінші деп жақындайтын болсаң, өзі Аллах тағала оған қарап, сен әрекетіңе нәтижесін береді. Сондықтан да міндетті түрде жігіттер, қыздар, егер де табыс тапқыларың келе ма, ертерек тренингтің шыңына шыққыларың келе ма, ертерек табысқа шыққыларың келсе, онда мен жасаған нәрсені жасаңдар. Мен не жасауға кеңес беремін? Мен оқуға кеңес беремін. Ал оқу жағын сендер білесіңдер. Біздің тек қана командадан ала аласыңдар, и командаға қосылып ұмытпаңдар. Барлығы өздерінің әрекеттеріңе байланысты, короче. Сендер қадам жасаған сайын жақындай бересіңдер, жақындаған сайын сендерге жетістік жақындай береді. Бірінші сол чем раньше бастайсыңдар, мысалға. Сол чем раньше білесіңдер, короче. Қандай бізде сабақтар бар, қандай ошибкалар болады. Попытка жасаған кезде, практика істейтін кезде көп ошибкалардың барлығын ертерек түсінесіңдер. И уже қателесіп, уже потом уже ошибканы сіңіріп алғаннан кейін қайталамайтындай қылып, ол кезде уже торговля жасау оңай болып қалады. Вот из-за этого сендер уже ертерек не қыласыңдар, короче, өсесіңдер. Вот егер де кішкене көкіректерің нан пісіп, кішкене көкіректерің оянып, мен өзім жетем, өзім істеймін, өзім бүйтем десеңдер, енді ол қиын. Потому что талай мен трейдингте почти 8 жыл опыты бар адам ретінде, трейдер ретінде саған айтайын, талай нәрсені сен әлі білмейсің. Сен талай подводный камендердің ешқайсысын білмейсің да, вот. Не бар, не жоқ, полностью білмейсің деген сияқты, короче. Өтетін нәрсең көп та. Мен саған айтам, қысқа жол мен ұзақ жолдың айырмашылығы, мысалы командаға кіру қысқа жол ғой, ұзақ жолдың айырмашылығы ана жерде сен өте үлкен психологический жағынан стресстер, депрессиялар аласың сауданың өзінен, потому что сауда оңай нәрсе емес. Одан бөлек технический жағынан сен көп ақпараттарды білмейсің. Қандай формациялар бар, қандай имбаланс ордер блокты тереңірек зерттеп, оны именно сол ең четкий, ең нақты түсіндірмесін біле алмайсың да. Бірақ жылдар өте келе 3-4 жылдан кейін, допустим, күніге осы видеомнан әшейін қазір мысалы осы мен торговля жасаған видеодан өзіңе керектісін алып тоже үйреніп кетуге болады. Но все же бірақ енді өзің қадамыңсыз ол нәрсе қиын болады. Так что сол жігіттер, қыздар, мен оларға сіңіргім келіп тұрған сол командаға қосылып, білімдеріңді алып, ертерек табысқа шығыңдар. Ұстаздан шәкірт озар демекші, әрқайсыларың қазір көріп отқан мені озуға міндеттісіңдер. Мен оны қалаймын дейсің өзім. Так что так и будет. Так, негізі кеше де жақсы торговля істедім, көріп тұрғандарымдай. Бүгін де жақсы торговля істедім. Примерно бізде 200 қазір 275 доллардай таптық қой негізі бүгінге ше. За сегодня. Негізі бүгінге жетеді. Өте жақсы. 505-ке өте сайын 138 мың теңге бүгінге жақсы. Кеше де біз қанша? 201 мың таптық. YouTube-тағы видеоны көрсеңдер болады. Жігіттер, қыздар, бүгін таза 2 сделка жасадық. Негізі өзім лично бүгін қанағаттандым. Жалпы бүгінгі результат меня устраивает. Так что бүгінгі видеоны уже аяқтаймын. Менде ой болған сол негізі бүгін сол кішігірім демалып торговляға кірмей қойсам деп зато бірақ кірдік. 200 доллар тауып тастадық.
сендерге теңгемен айтқан дұрыс болды ғой. 138 мың теңге тауып тастадық. И все, болды. Құда да құдағи да, короче, доволен. Екеуі де доволен да, короче. Вот. Жалпы осы. И сендерге де пайдалы ақпарат беріп кеттім деп ойлаймын. Вот. Все, жігіттер, қыздар, баршаңа рахмет. Арнаған міндетті түрде подписаться етіп, жазылып, тіркелуді ұмытпаңдар. Ал енді біз видеоны аяқтаймыз. Сендермен бірге болған Fast Money Forex. Хабарда болайық. Ауырмаңдар, шаршамаңдар. Сау болыңдар.